деген орталыққа келді. Бұл жерде тамақтанатын жер бар. Содан кейін ойнайтын алаңы екінші қабатта қазір көрсететін боламын. Осындай қабаттары жасалған екен. Молния Маккуин. Мұндасының аты ұмытып қалдым. Кунг-фу-панда, қош келдіңіз дейді. Балалар ойнап жүр мінекей. Зерешка! Жүр, Ұлжан. Не болды? Неменен алмай жатыр саған? Кіргізесің бірінші, иә? Салмыңды. Иә, кіргіз, аха. Қазір көрсетем саған қалай істеу керек. Үлкен бала парк, ойын сауық орталығы. Және де бағалары өте тиімді, күшті. Зереша, не құрастырып жатсың? Күшті. Мына не? Клоун ба мынау? Күшті. Мен қараңыздаршы қалай жақсы ойлап тапқан. Жалпы жұмыс күндері адам аз екен, жақсы. Бізде батутқа бара жатыр. Давай, Зере. Давай, Зере, секіре ғой. Қыздарға мынаған отыршы деп жалынып шаршадым да өзім отырып салдым. Қараңыздаршы, Ұлжан не істеп жатыр? Көтенкі. Кем басын, мына қолын да? Анау аяғын. Ұлжатайдың аяғы. Енген Зереша келіп алды мұнда. Жарайсың. Күшті. Қараңыздар қандай әдемі лестница. Жанады екен басқан сайын, иә? Міне ғой. Опай, молодец. Келе ғой, отыр. Қандай күшті. Мына жақтан мінем дейді қазір, мына жақтан мінеді қазір. Тағыдай бұлай қарай кіреді, сөйтіп көтеріліп, мына жақпен бұлай қарай өтеміз. Қараңыздар, қандай күшті, әдемі жасалған мына жердің барлығы. Мына горкаға дейін жету керек. Зереша! Ойын алаңдарындағы ең қызықты нәрсе ол осындай мелкая моторикаға жақсы, мынандай құм. Зерешка! Қалай екен, ұнады ма саған мына жер? Әдемі екен. Міндетті келіп қана тазалығына қараймын. Өте жақсы, салыстырмалы түрде жаман емес, таза екен. Келе берсеңіздер болады, смело. Мынандай качелялары да бар тіпті. Күшті, жаман емес. Мынандай ойын алаңы. Қараңыздар, қандай күшті құрастыратын, үй құрастыруға болады. Бәрін бытшын шаршатты балалар енді. Білмеймін, жаңадан ашылған ба жоқ па, әйтеуір тазалығы жақсы екен. Біз енді астына барып мақшуға кетіп бара жатырмыз. Зерешка түсіп үйренді. Қорқағым менің, қоян ғой өзі, қоян. Ұлжатай теді, Ұлжатай, кәне кетсе ғой. Ой, жаным менің, күнім. Күнім. Зерешка, сен мая болып кеттің ғой. Күнім. Ұлжатай. Мынандай домиктің ішінде, мынандай үйдің ішінде тамақ пісіріп жатырыз. Ұлжатай.